Қайырлы күн достар, бүгін осындай шоколадты пирог жасайтын боламын. Яғни шоколадты торт жасайтын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Егер де ұнаса, менімен бірге жасап көріңіздер. Ал енді жасап бастаймыз. Алдымен құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз және үстіне қантты қосып, барлығын миксермен араластырамыз. Жылдамдығын көбейте отырып, 10-15 минуттай миксермен араластырамыз. Аппақ болып көпіреу қажет және де көлемі кішкене ұлғаюы қажет. Он 15 минуттай миксердің жылдамдығын көтере отырып араластыратын боламыз. Енді келесі ингредиентіміз күнбағыс майын қосып, тағы да шайқаймыз. Шайқап болғаннан соң үстіне құпсытқыш, какао және де ұнды барлығын електен өткізіп 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Және де тағы да араластырамыз. Сол кезде бізде қамыр дайын болады. Шоколадты пирогымыздың қамыры дайын. Осыны формаға салып пісіретін боламыз. Осылай саламыз, бетін тегістейміз және де майлап керек емес. Пергаментті майламаймыз, себебі ол жабыспайды. Осылай бетін тегістеп алып, пешке 180 градусқа 40 минутқа жібереміз. Келесі біз крем жасаймыз. Алдымен ыдысқа осылай кремді құямыз. Мен осындай крем пайдаланамын және де үстіне қанттың тағын қосып араластырамыз, миксермен шайқаймыз. Қоюланғанға дейін шайқаймыз. Осы уақытта біздің жаңағы шоколадты пирогымыз дайын. Оны осылай пышақпен жандарын кесу арқылы формасынан босатамыз. Әрине де суығаннан соң босатамыз, себебі біздің жаңағы шоколадты пирогымыздың іші жікі болмайды. Енді осылай суығаннан соң 2-ге бөлеміз. Жанынан көлденеңінен бөлеміз. Осылай 2-ге, сол кезде бізде 2 корж шығады. Үлкен және де биік торт жасағыларыңыз келсе, осы құрамын 2 есе көбейтіп жасауға болады. Сол кезде бізде кәдімгідей үлкен торт шығады. Енді достар, жаңағы коржымызды 2-ге бөлдім. Енді бізде осындай коржда шығады. Міне іші піскен және де осындай тесіктер пайда болған. Енді осы корждарымызды алып пропитка жасайтын боламыз. Ол дегеніміз сүтті бетіне сеуіп шығу. Сүтті бетіне жағып шығу. Сол кезде осы корждар жұмсақ болып шығады. Екі коржға да пропитка жағатын боламыз. Сол кезде біздің корждарымыз жұмсақ болып шығады. Енді корждарымыздың арасына крем жағамыз. Беткі коржын астына қойып, ал астындағы коржын үстіне қоямыз. Сол кезде біздің тортымыз тегіс болады. Осылай ортасына жағамыз кремді және де осылай формада, осылай холодильникте, яғни тоңазытқышта ұстайтын боламыз 24 сағат. Өз қалауларыңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Кремді толығымен қаптап жіберуге де болады. Өз қалауларыңызша безендіресіздер. Енді достар, біздің торт дайын болды. Ішін көрсеткен кезде осындай жұмсақ болып шықты, дәмді болып шықты. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға тіркеліп лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.